Алланың ең көркем есімдері бірінші бөлім. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгін біз мұсылманның жүрегін нұрландыратын, иманын күшейтетін, Раббысын тереңірек тануға себеп болатын өте маңызды тақырып жайында сөз қозғаймыз. Ол Алланың көркем есімдері, яғни Әсмәул Хусна. Көпшілігіміз Алланың бар екеніне сенеміз. Бірақ өзімізге мынадай сұрақ қойып көрдік пе? Мен Раббымды қаншалықты танимын? Өйткені адам біреуді жақсы көру үшін алдымен оны тануы керек. Сол сияқты Алла тағаланы шынайы жақсы көрудің жолы оның көркем есімдері мен ұлы сипаттарын білу. Құранда Алла тағала былай дейді: ең көркем есімдер Аллаға тән. Ендеше оған сол есімдермен дұға етіңдер. Бұл аят бізге Алланы танудың және оған жақындаудың ең үлкен жолдарының бірі оның көркем есімдерін үйрену екенін көрсетеді. Әсмәул Хусна деген не? Әсмә – есімдер. Хусна – ең көркем, ең кемел деген мағынаны білдіреді. Яғни, Әсмәул Хусна – Алла тағаланың ешбір кемшіліксіз, ұлылығын білдіретін көркем есімдері. Бұл есімдер жай ғана атаулар емес. Әрбір есімнің ішінде Алланың ұлылығы, мейірімі, даналығы, әділдігі, құдіреті және шексіз кемелдігі жатыр. Мысалы, Алла Әр-Рахман. Бұл оның бүкіл жаратылысқа мейірім төгетіндігін білдіреді. Ал Әл-Ғафур күнәларды көп кешіруші. Әр-Раззақ барлық ризық беруші. Әл-Хаким әрбір істі даналықпен жүзеге асырушы. Осы есімдерді түсінген сайын адамның Аллаға деген сенімі күшейіп, жүрегі тынышталады. Неге Алланың есімдерін үйрену маңызды? Көп адамдар қиындыққа тап болғанда ғана Алланы еске алады. Бірақ Раббысын шынайы таныған адам қуанышта да, қайғыда да Аллаға сүйенеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям былай деген: Алланың 99 есімі бар. Кім оларды үйреніп, түсініп, өмірінде амал етсе, жәннатқа кіреді. Бұл хадис бізге тек жаттап қою жеткіліксіз екенін үйретеді. Ең маңыздысы есімдердің мағынасын түсіну, соларға сай өмір сүру және дұғаларымызда қолдану. Алла тағаланы танудың пайдасы. Егер адам Алланы Әр-Раззақ екенін түсінсе, ол ризық үшін адамдарға жалынбайды. Егер Әл-Ғафур екенін білсе, күнәсінен үмітін үзбейді. Егер Әл-Хаким екенін түсінсе, өмірдегі қиындықтардың бәрінде даналық бар екенін ұғынады. Егер Әл-Уәкил екенін білсе, уайымы азаяды. Өйткені ол барлық ісін Аллаға тапсырады. Алланы тану жүрекке тыныштық береді. Аллаға ең сүйікті амалдардың бірі. Ғалымдар, Алланы танудың ең үлкен жолы оның есімдері мен сипаттарын үйрену деген. Себебі адам Раббысын таныған сайын дұғасы өзгереді, мінезі өзгереді, намазы өзгереді, өмірге деген көзқарасы өзгереді. Келесі бөлімде біз Алланың 99 көркем есімінің қайдан келгенін, Құран мен сахих хадистегі дәлелдерді, сондай-ақ ең ұлық есімдердің мағыналарын бір-бірлеп түсіндіреміз.